маңызды оқиғаларына келетін болсақ, халыққа өте үлкен ауыр салықтар салған және де ислам дініне қысым көрсеткен нәтижесінде 1213 жылы ыдырап кетті. Маңызды қазақ жеріне уақытша билеп жергілікті халыққа мәдени ықпалы аз болды, бірақ та жетісу жерінің бірден бір дамытқан мемлекеттердің бірі болып саналады. Одан кейін бізде бірден бір қазақ этносының қалыптасуына себепші болған мемлекеттердің бірі ол бізде қимақ мемлекеті, яғни орталығы ертіс аумағында болды. 9 және 11 ғасырлар аралығында болжаммен өмір сүрген деп айтылады. Билеушілері ол бізде қаған әмірлер. Маңызды оқиғалары жеті тайпа одағы және де осы қимақтардың әсерінен қимақтарға қарсы шыққан қыпшақтардың күшеюі болды. Яғни қимақтардан кейін қыпшақ қағанаты пайда болған болатын. Маңызды қазақ жері үшін маңызды ол осы Ұлы Жібек жолында сауда жасаған болатын. Яғни солтүстік аумақтарында Ұлы Жібек жолының бойында жаңағы сауда жасап отырды. Қазіргі таңда қазақ халқының негізгі этникалық құрамына кірген қыпшақтардың тарих сахнасына шығуына себепкер болған. Одан кейінгі бізде қазақ халқы үшін өте маңызды, қазақ этносы үшін өте маңызды мемлекеттердің бірі ол Қыпшақ хандығы. Біздің заманымыздың 11-13 ғасыр аралығында өмір сүрді. Жері Дешті Қыпшақ даласы, яғни Жайықтан Ертіске дейін, Сырдарияға дейінгі жер аумақты алып жатты. Орталығы Сығанақ қаласы болып есептеледі. Саяси байланыстары ол Руспен қарым-қатынас жасады. Яғни қазіргі Ресей мемлекеті, орыс мемлекетінің ата-бабалары, славян халықтары Руспен қарым-қатынас жасады. Хорезм мемлекетімен жиі соғысып отырды. Және де осы қыпшақтардың жауынгерлері әлемде наемник ретінде жұмыс жасаған болатын. Мәдениетіне келетін болсақ, қыпшақ тілі Орта Азияда, Қырымда кең қолданылды. Яғни біздің күнімізге жеткен жазба Кодекс Куманикус деген жазба арқылы көреміз бұл мәдениеттің көрінісін. Және де маңызды қазақ халқының этногенезіне шешуші рөл атқарған мемлекеттердің бірі. Одан кейін бізде Хазар мемлекеті, яғни жеріне дейін олар 7 және 10 ғасырлар аралығында өмір сүрді. Жері Еділ бойында және де солтүстік Кавказ алып жатты. Яғни біздің Қазақстан аумағының батыс бөлігімен қазіргі Ресей аумағындағы Кавказ жерлерін алып жатты. Орталығы Итиль деген қала болды. Және де бұлардың шаруашылығына келетін болсақ, Ұлы Жібек жолын бақылап отырды. Және де арабтармен, византиялықтармен сауда жасады, егіншілікпен айналысты. Бұлардың негізгі діні иудаизм болды. Яғни билеушілердің көбі иудаизм дінін қабылдаған болатын. Қазақ халқы үшін, қазақ мемлекеті үшін маңызды, саяси маңызды, ол батыс пен шығысты байланыстырып тұрған ірі мемлекет болды. Яғни осы Ұлы Жібек жолын батыс мемлекеттерімен байланыстырушы мемлекет болды. Одан кейінгі біздің қазақ этникалық құрамына енген қазақ руларының қалыптасуына өте үлкен әсерін тигізген. Яғни бұл маңызды. Найман, Керей, Жалайыр, Меркіт сынды мемлекеттердің қазақ жеріне келуі. Яғни олар 12 ғасырда Моңғол аймақтарынан Шыңғыс ханның әсерінен және де Шыңғыс ханға дейінгі Моңғол хандарының әсерінен осы біздің қазақ жеріне қарай көшіп келген болатын. Яғни негізінен орталық Қазақстанға және де Жетісу аймақтарына көшіп келген болатын. Наймандар Орхон, Ертіс бойын мекендеді. Керейлер Хангай тауларын, орталығы Битөбе деген жер болды. Меркіттер Селенгі, Орхон бойында өмір сүрді. Саяси жағдайына келетін болсақ, 12 ғасырдың соңында Шыңғыс ханға қарсы күреседі, бірақ жеңіліп нәтижесінде Шыңғыс ханның әскерінің құрамына қосылады.
Міне осы бүгінгі айтылып өткен мемлекеттердің әсері бұл қазақ халқының этногенезінің пайда болуына, құрылуына себепші болған мемлекеттер болды. Және де 6-12 ғасырларда Қазақстан жерінде көптеген түркі мемлекеттері құрылып ыдырап отырды. Олар Ұлы Жібек жолы арқылы халықаралық байланыс орнатты. Ислам діні тарады, түркі жазуы мен мәдениеті өркендеді. Бұл мемлекеттердің барлығы кейін қазақ хандығының этникалық саяси негізін қалыптастырды. Яғни осы қазақ жерінде 12 ғасырға 12-13 ғасырға дейінгі болған мемлекеттер өздерінің қала мәдениетінде, басқа да мәдениет түрлерінде өркендеуіне, дамуына өте үлкен үлесін қосып отырды. Бірақ нәтижесінде 13 ғасырда моңғол шапқыншылығынан кейін ислам дінінің әсері және де басқа да осы білім жағынан дамуы кішкене құлдырай түсті. Бірақ та нәтижесінде осы қазақ халқының, қазақ хандығының құрылуына бірден бір үлесін қосқан түркі мемлекеттері қазақ халқының этногенезін, қазақ халқының дәстүрін, мәдениетін қалыптастыруға өте үлкен үлесін тигізді деп айтсақ болады. Сіздерге рахмет. Сіздермен болған Артықбай Біржан.